түрінде бірге осы қуанышты бөліп жатқаныңызға қуаныштымыз. Енді рұқсат болса сіздерді ортаға шақырамын. Жоқ, біртіндеп емес. Иә, біртіндеп емес. Абайлар, бұл жерге қарап барыс тұрсаңыздар, кезінде ұрысқаныңыз бар, ұрғаныңыз бар, қазір сол туралы сөйлесеміз. Қарап барыс тұрайықшы. Міне жақты, айғырапай, жеңілапай, патқылапай, келіңіздер, жақыныңыздар, ұялмаңыздар. Енді әрбір баланың, әрбір шәкірттің сонау мектеп қабырғасында жүргенде жүрегінде кішкентай болса да бала күнгі арманы болады. Оны барлығымыз жақсы білеміз. Мәселен, осы апайларымыздың осы төрден қалуына себепкер болып жатқан осы міне қыз жігіттер біз ақылдаса келе үлкен бағдарлама құрдық. Осы 20 жылдық атаулы мерекемізді қалай өткіземіз? Бұған жеткен достарымыз да бар, жетпеген достарымыз да бар, өкінішке орай. Бірақ сол күнді жанымыздағы жақсы адамдармен бірге өткізуге барынша тырыстық. Одан былай келе өзіміздің ортамызда 3 сынып жетекшіміз бар. Біз үшін ол сіздердің өміріміздегі рөлі өте ерекше. Әрдайым жүрген кезімізде жаңа өздеріңіздің шәкірттеріңізді айтып жатыр. Сондай құрметке лайық жандар. Одан кейін айттық, біздің сыныпқа мектептің ұстаздар қауымында жанашыр болған, еңбегі сіңген апайлар өте көп деді. Өкінішке орай оның алды Көкілеу ағайымыз марқұм болып кетті, Жадыр апайымыз марқұм болып кетті. Ол кісілердің енді шынымен әлі күнге дейін жүрегімізде берген тәрбиесі, айтқан сөздері керемет. Одан кейін қолымызда барды неге бағаламасқа. Сол ұстаздардың қатарында бізді сынып жетекшіміз болмаса да, сол сынып жетекшіміз де бізге қамқорлық танытқан, бізді әрдайым қолдап жүрген, жанашырлық танытқан. Енді біз ауылдамыз ғой, енді көп кездесіп қаламыз осы апайларымызбен. Көрген кезде қуанып әрдайым, міне біз осындай шәкірттерімізбен мақтанамыз, міне мынау менің шәкіртім деп жаңа Сағатай апайымыз айтып кетіп жатыр ғой. Осындай, осы сыныпқа жанашыр болған ұстаздарымызды осы той төріне неге шақырмасқа деген осы сіздің шәкірттеріңізден көтерілген ұсыныс болды. Оны құлақ қолдап, сіздерге өздеріңізге өтінішпен шықтық. Міне алтындай уақыттарыңызды бөліп, ортамызда табылып жатқандарыңызға сіздерге мың алғыс. Енді жоқ, қобалжып жатқан жоқпын. Бәрі керемет. Бірінші тойдан тобықтай түйін дейді, ортамызда қонақ ретінде шақырылған 3 апайымыз бар. Сол кісілерге сессия апатты табыстауға шақырсақ, Сағатай апайымыз бар, Қамбиба апайымыз бар, Айгүл апайымыз бар. Жақындасаңыздар, қыздар, жігіттер жақындап тұрып, сессия апатты 3 апайымызға табыстайды. Ұстаздарымызға деген керемет сессия апаттарыңызға қабыл алыңыздар. Жаңада Гаухар апайға сессия апатымыз табыстап жатқанда айтып жатыр ғой, сіздерге қандай сыйлық берсе де ол жарасады. Себебі жаңа керемет әуен бар ғой, ұстазда, ғалымда, кенші дейді ғой, енді қазір шахтерде қандай адам болсын, ол адам болып өмірге келгеннен кейін сіздердің алдарыңызда өтеді. Сіздер қандай болса да сондай өте жоғары деңгейдегі сый құрметке лайықтысыздар апайлар. Сондықтан мына біздің кішігірім көңілден шыққан сессия апатты аз да болса көптей қабыл алыңыздар тілегіміз бар. Енді қазір ұстаздардың жаңа не дейді, қадірін дейді ғой, есейгеніңіз деп түсініп жатыр шыны керек. Балалықпен сіздерді ренжіттік, балалықпен тентектік жасадық, тыңдамадық, артық ренжіп көрген кездерімізде ол кейін өсе келе түсініп жатырмыз. Сондықтан сіздерден тағы да кешірім сұраймыз.
Оның бірі енді дәл сіздердей бір ұстаз үйінде отыр. Түнімен таңға дейін сабақ оқиды. Әрбір шәкірт үшін уайымдап отырады. Ол да сынып жетекшісі. Жанерке деген жерде келіндеріңіз, ол да ұстаз. Сондықтан осы үйдегі келіншегіме қарап, сіздердің еңбектеріңіздің осыған зор екенін тағы да бір көзім жетіп жатыр. Мәселе болмыз енді бізге бізді осы ең алғаш мектеп табалдырығын мен аттадым. Аяғымыз жалын аяқ, күнге қарай күніміз шаң-шаң, алда бізді не күтіп тұр деген болған бір болашақ. Сол сәтте біз жылы жүзімен күтіп алып, алдынан жаңа айтып отыр ғой. Атыңа келіп демалған жақтырмайсың. Мектеп үйіндегі түлектерін сондай керемет сәтте қарсы алған Зейнегүл апайымыз бар. Классқа кірген кезде біріміз аңырап, есіктің бер жағынан итеріп алсақ, артынан ата-аналар итеріп ар жағына шыққан. Мен анан Зейнегүл апайымыз енді жас маман келген сол кезде емдейсіз ба? Ол кісіге де оңай болмашы, қайта кіріп деген шығар енді. Біз қойша боздап, орташа боздық, сондай сәт әлі көз алдында. Сондықтан Зейнегүл апай, сіздің де орныңыз ерекше. Одан кейін бізді үлкен өмірге ең алғаш баспалдаған бастапқызған Бақытгүл апай. Ерекше құрметке лайық. Сондықтан Бақытгүл апай, сіздің де орасан зор еңбегіңіз, сіздің айтқан ақыл тәрбиелеріңіз әлі де жадыңызда. Одан кейін психолог болып кетсеңіз де, әрдайым осы сыныптың жанынан табыла бердіңіз, сол үшін сізге алғыс. Одан кейін ерекше құрметке тағы да лайық жан өзіміздің Аяулы Айнаш апайымыз. Айнаш апайымыз өгізде жігіттерді бұл қалай тәрбиелейді деген сияқты жарты жолдан келіп алып жаңа айтып жатыр ғой. Сағатай апайымыз қорықпа, давай вперед деп беріп жүрген. Бірақ енді апай, сіздің шашыңыздың бір-екі талына қарсақ тағы да кешірім сұраймыз. Сіз де бізге берген еңбегіңіз зор. Олай болса осы үш ұстазымызды бөліп жармай ортаға шақырып сый-сияпатын табыстасақ, үш апайымызға бірдей қылып бөліп жармай. Бірінші Зейнегүл апайға қыздар. Өзі атаулы қошеметке болғаныңызға, рахмет. Зейнегүл апай 80 жасына келіп отырғандықтан ұқсамай бір айқайлап шулап тұрайық та. Бақытгүл апай. Одан кейін Айнаш апайымыздың подаркасы. Айнаш апайымыз, аман болыңыздар. Құдай қаласа 30 жылдықта дәл осылай тұрып, балдарыңыздың ақ тілегін рахметпен тыңдауды нәсіп етсін. Қошеметке қояйық. Кластастар 11А 20 жылдық құтты болсын. Бәрекелді құтты болсын. Енді бұл кешке де демеушілік жасап жатқан тағы да айтайын. Ортада азамат болған жігіттеріміз бен қыздарымыз бар. Берекет шаруа қожалығы. Одан кейін өзіміздің сонау Алматы төрінде Мұздар Лифат Трейбл деген туристік компаниясының негізін қалаушы салтанат қыздарыңыз, ол кісілер де сізге кішкене сізге апайлар көп рахмет. Енді мына жерге сыйлықтар табыстап болды ма деген? Общий бір суретке шығарайық келіңіздер, ұстаздарымыздың қасымызға. Ұстаздарда отырыңыздар, қалғанымыз қыздар жігіттер болып келіп тұрайық. Естелік фотосуретке түсіп алайық.